Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін тағы да тойдамыз. Керемет ресторанға келдік. Бақсарай деген Астана қаласында осындай әдемі ресторан бар екен. Бақсарай десе Бақсарай екен. Ішінің оформлениесі өте қатты ұнады маған. Осындай әдемі безендірулермен, осындай орындықтары қазақша оюымен, осындай Бақсарай деген әдемі ресторанға тойға кеп қалдық. Бізде бірінші кезекте өзіміз фотоға түсіп алу отбасымызбен. Осындай фотоға түстік. Адикошым осылай отыр. Дастарханды жасап қойыпты әдемі, күшті қылдырып. Фотоға былай да түсіп отырған сәтіміз. Адикоштың көзі ауырып, конъюнктивит болып, сонда да бірақ көзі жақсарып қалғасын алып келдік. Мына жерде менің Қош келдіңіздер. Астана қаласында елордамыздың төрінде екі жасымыз бақытты болсын деген ниетпенен Бақсарай мейрамханасында той жасап жатқан Биғайша анамызды тойымен шын жүректен құттықтаймыз. Анашым, Аллаға шүкір осы күнге жеттік. Екі жаста ұлыңызды өсірдіңіз. Енді бүгін үлкен тойы болып жатыр. Сол тойға келген әрбір қымбатты жандарға алғыс білдіреміз. Рұқсат болса анамыздың көңіл күйі көтеріліп жүрсін, қобалжуы басылсын деген ниетпенен бір шапалақ ұрайық. Осы жерде қыздар қазақша би билеп, күшті өнер көрсетті. Мына жерде беташар болайын деп жатыр. Келінді әкелятыр, келді беташар болады. Мына жерде ютубтың форматына сай музыканы өшіріп тастадым. Мына жерде жаңа құдаларды қарсы алып, кіргізіп жатыр. Мына жерде, конечно, өзіме тамсаны күшті жаңа көйлегімді киіп, видеоға түсіп алдым. Мен жерде етімізді әкеле жатыр. Басты тамағымыз ет. Осындай күшті оформлениемен, осындай ағаш астаумен, осындай Тәріп тұрмыздар. Қалай ағайын, екі жасқа көк ту жарасты ма? Көк туды Еразыл, сізді қолыңызға ұстатып жатқан себебім, Алла қаласа сіздерден дүниеге келген. Осы жерде атамекен әнін, көк туымызды көтеріп, атамекенді барлығымыз тұрып айттық. Кәдімгі күшті. Мен қанша тойларда болып жүрмін, бірақ бұндай қазақи патриоттық рухты көтеретін мынандай тамадаларды бірінші рет көріп тұрмын. Осындай негізі жаман ойындарды ойнағаннан көрі, осындай патриоттық сезімді оятатын жақсы осындай тамадалар көбейе берсін. Той керемет өтті. Үйді одан би кетті. Мына жерде мен жігітім биді шашып жатыр. Осылай мен де қайынсіңілдеріммен бір билеп алдым қайнапаммен. Той керемет өтіп жатыр. Көңілдіміз. Екінші столдың асында әкеле жатыр. Осындай керемет светті сөндіріп тастап. Ерасылды және Айымгүлді екі жас ордаға қарсылай қымбатты ағайын. Жастар бақыт болсын, қол соғып қошемет көрсетіп. Құдай қаласа айтып жүреміз. Барлық сөйлеп алайыншы, пожалуйста. Неге жан-жағынан айтып жүреміз барлығымыз, Құдай қаласа. Міне Ерасылдың үйленуі ереге тоқ тәтті ма? Қуанып үйленіп жатыр. Тәтті ма? Сен торт жегенің маған тәтті болып тұрған. Торттың өзін тәтті жетегесін. Ұстай қойыңыздар деп тұрған болған. Мамасы? Қанша тойларда жүрмін. Просто вальс билейтін. Мына жерде өздері би шығарып, күшті осындай би билеп жатыр. Өте әсерлі, күшті болды. Екі жас бақытты болсын, баянды ғұмыр кешсін, той қыласын. Осындай керемет әсерменен бөліспеске болмас. Осындай керемет. Арналып, өмірлеріңіздің әр күні би секілді көңілді болсын. Жастардың көңілін көтеріп, шын жүректен құттықтаймыз! Мына жерде бәріміз билеп жатырмыз. Жастар бақытты болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, екі жасқа бақыт тілеп кетіңіздер. Қазақтың тойы бітпесін, той тойға аласын.
Содан кейінгі ауылдан келген қонақтарды үйге шақырып, қонақ қылды, қайнапаларым келді, атам енем келді. Той қаласын, өзім фотоға түсіп алдым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, достар.